Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен керемет булочки рогаликидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл булочки рогалики ішінде начинкасымен өте жұмсақ болып шығады. Дәмі де өте керемет болып шығады. Мен бұрыннан қолданып жүрген рецепттерімнің бірі. Жасап көруге кеңес етемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраужаны басып кетсеңіздер, алдағы уақытта шыққан видеоларымның бірінші болып сіздер көре аласыздар. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне сары майымызды саламыз. Үй температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, және үстіне қантымызды саламыз. Және үстіне тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Бір жұмыртқамызды салып, қантымыз, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Және дрожжымызды саламыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қасықтың көмегімен, содан соң қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болды. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Мінекей достар, менде 1,5 сағат өтті. Мен 40 минут уақыт өткенде бір қайырып бастым. Мынау екінші көтерілуі. Осындай жұмсақ, күшті, керемет қамыр болды. Бірнеше бөлікке бөліп, дөңгелек етіп, форма жасап аламыз. Менде 3 бөлікке бөліп алдым. Екеуін алып қойып, бір қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей оқтаумен жайып алатын боламыз. Өте жұқа етіп жаймаймыз. Қалыңдау етіп, осылай жайып аламыз. Пышақпен осылай бірнеше бөлікке бөліп, кесіп алатын боламыз. Ішіне салмамызды саламыз. Менде сгущенка. Осылай сгущенкамызды салып, барлығын әдемі етіп, осылай видеода көрсетілгендей жақсылап осылай жауып шығуымыз керек. Сгущенкамыз, біздің булочкамыз піскен уақытта сгущенкамыз сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сол себепті мұқият жан-жағын жақсылап осылай бекітіп жауып алуымыз керек. Осылай жан-жағын жауып аламыз. Және екі шетінде осылай жауып, рогалики секілді осылай орап алатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай жасалынатын булочки рецепттердің бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Пешіміздің ыдысына осылай салып, жұмыртқамыздың сары уызын бетіне жағып, 180 градуста 35 минут пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, осылай қызарғанша пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей достар, менің булочкиларым дайын болды. Өте жұмсақ, керемет болып шығатын рецепттердің бірі. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Үй іштеріңізді қуантып, жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.